Қуаңшылықтан зардап шеккен Маңғыстау облысында кешелі бері толассыз жаңбыр жауып, таудағы су тасып, сарқырама болып ағып жатыр. Соның салдарынан Жаңаөзендегі көшелерді су алып, қозғалыс қиындаған. Белуардан келетін тасқыннан 3 бірдей мектеп оқушылар сабақтарына бара алмай қалды. Ал төтеншеліктер әзірге 43 үйдің ауласы су басып, 4 үйдің ішіне су кіріп кеткенін айтады. Көріпсіңдер ғой, Каспий теңізі болып жатыр. Толассыз жауған нөсерден кей тұрғындардың қорада тұрған үй құстарда қырылып қалған, ал мал шығыны қанша болған белгісіз. Әлеуметтік желіде тараған бейне жазбалардан көліктердің ішінен де айтарлықтай су алған байқауға болады. Қазір жауын тоқтағанымен мамандар оның салдарын жойып үлгермей жатыр. Жергілікті әкімдіктің мәліметінше бірінші кезекте әлеуметтік нысандардың ауласының суы сорылып алынады. Содан кейін ғана көшелер мен тұрғын үйлердің аумағы ретке келтірілмек. Айта кетейік, маңғыстаулықтар осыдан 2 апта бұрын жаңбыр тілеп тасаттық берген еді. Бұдан бөлек соңғы 2 жылда өңірді қуаңшылық жайлап, 4 түлік азықсыз қалған.